Армысыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Тұрақты тіркестерге арналған сабағымызға қош келдіңіздер. Жылқы малына байланысты қандай тұрақты тіркес білеміз? Қазақ халқы тайға таңба басқандай дейді. Тайға таңба басқандай тұрақты тіркестің мағынасы анық, дәл. Бұл тұрақты тіркесті не үшін айтқан қазақ халқы? Ата бабамыз жылқыны да, тайды да, жабағысын да таңбалаған. Содан да болар анық, айқын көрініп тұрған бөгенай белгіні тайға таңба басқандай дейді. Себебі қызған темірді санына шыжғырып басқанда, расымен тайға басылған таңба ап-анық көрініп тұрады. Мысалы,